Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бізде ремонт. Жазғы үйде ремонттап жатырмық. Мына жерде краскалап, бүгін стенкаларды орнына қойдым. Мына жақта тұрған болатын. Бұл үйде қысты қой, ешкім тұрмаған соң, мындай болып, жылда жарылып кетеді ғой. Сол достар, бұл бізде баяғы заманның үйі деп күлемін. Маманың дүниелері солар тұрады. Осыны шығарып саламыз екіншіге. Сол полын краскалап тастайын деп, кеше жартысын сыладым да, бүгін жартысын сылап, полын краскалап осы комнатаны бітірейін дептім. Шу терезесі бар краскалайтын. Сіздерде де осындай жағдай болатын ма? Бастадыңыздар ма ремонтты? Не істеп жатсыздар? Ошол осындай қызыл тұстандадым. Жаңа балалар басып кетіпті. Жақта стенканың ішінде киімдерім шашылып жатыр. Жақта да тоже жазда келетін кісілердің, қайнағалардың жұмысқа киетін сондай киімдерін қойып қоямыз. Балалардың киімдерін. Үй болса сөйтіп жинала береді ғой өзі. Мына жақта сылап қойдым кеше. Просто ананы құлап қапты төбесі. Сол қалды, енді оны кепсін дептім. Пешін алды, анжерлер қалды. Сына комната бар. Бұл комнатада бардак тоже. Осының бәрін істеуіміз керек. Қайта бұның төбесін натяжной, ол да жақсы. Сол достар, қыс бойы адам тұрмаған соң жарылып кете береді. Жылда сылайын, жылда краскалайын. Сонда да осылай болады. Сол енді бастайын дептім. Аяқ киімді ауыстырып, және бағанды балаларға тамақ істедім. Нан салдым сонымен. Жүріп сағат 11 болды. Бастау керек дептім. Мұнда тоже кимейтін киімдер, стамайтын атыс аяқтар, солар тұрады. Біраз не тұрады бұл жақта. Балалар тауға кеткен, тауға көтереміз деп. Төсек орындардың бәрін шығарып, бұл жақтағы тоже дайындап қойды қал. Қыздар сәттілік тілеп қойыңыздар. Мен бастайым. Саудан бастайым. Деп әлі жүрім, бастайым. Қоқпаңыз. Өйте чиятыш. Қоймаған жерімне бастамасам, есілтірмас сілерге. Полын жуып краскалауды бастайым. Қой кезекте, сондықтан ол кеңешін жерде сылап қойым керек. Ол кеңені біраз сәттен шығарсыға болу түседі. Қайта біздің үйлер төмен ғой. Мен орындықпен сылап болады. Ана, неге киім? Өзімнің бала кезінде өстің ата-анамның үйі. Биік, оның үстіне, үстелдің үстіне орындық қойып сылаймыз бұл жақта. Масқара бейт бұл жақ. Қайта мына жақ жақсы. Төмен сосын риза болам ше. Ай-май. Абой жарыстайды дейді, оған адам тұрмаған соң. Абой түсіп қоятшы суықтан. Қабырға жарылып жатқанда. Сынаған төмен түсірім. Мына жақта тез кепсіне бек жақтың несін почкасында ашып саламыз, содан ба? Әйтеуір тыққырлаған дауыстар естіледі. Шөй жүрмай жатпаймын.
ауылда тұратындар түсінеді. Жаз бойы осы щеткамызбен тосып қоямыз. Осы бар, ненің щеткасы бар, красканың щеткасы бар. Басталады. Бізде үйдің сыртын әзір сылатып атқан жоқ. Үйінің бірінде бірақ сылатады. Құралай біткеннен кейін. Құралай болған кезде далада бұршақ жауады, қар жауады. Үйдің сыртын құлатады деп үйдегілер сылатып дейді. Ағам салса, мен ат бірінде сатсым. Жаз бойы үстінде осыларды сылаймын ғой. Ал достар, тағы да салып отырам. Сәттілікте қойыңыздар, күндеріңіз сәтті өтсін. Жақтарды сылап болдым. Шпатлевкалаған жерлер қарайып тұр ғой. Қолын жуып қойдым бір қабат. Енді краскаға кірісейін деп тұрмын. Терезенің алтын жылдай краскалаймын. Жылдан етіп қалады. Өйтіп қалады өзі. Пеш жағылмай, құр суық болып тұрған соң ба, әйтеуір быт-шыт болып қаламыз. Былтырғы осының өзінің терезесінен қалған краска екен. Соны тауып алдым. Өпсе краска жоқ дейін деп жатыр едім. Тауып алып жақсы болды. Бірінші осының алдын краскалаймын, сосын полды краскалауға кірісем. Шүрлердің бәрін тазалап аламын да. Үйді краскалап бастадым. Нені біттім. Терезені, есіктің жақтауларын. Енді полын краскалап тастайын деп жатырмын. Мына жақтың полы кеуіп бітті. Тряпка алып келдім. Немен? Ыстық сумен жуып аламын қазір бір қабат. Сосын даладағы төсегендердің бәрін кіргізетін боламыз. Терезесінің алды бәрі кеуіпті. Олардың бәрін кіргізу керек, 2 күн болды тұрған осы. Ел жұрттан еді. Так что әдемі өтті. Негізі мына үйдің доп последнісін түсірем дегем. Оған күн суық қазір. Уақыт болмай жатыр. Әлі бітіретін жұмыс жетеді. Газда қойылған жоқ. Перде ілінген жоқ бұл жақта. Бар біткені. Осы пол краскалау. Ой, атам сурет қызып қапты. Төсек-орындардың бәрін кіргізіп жинап қойдық. Киімдерді жинап. Сонымен осы үйдің тура бітті дейін ба? Басқа не айтпайды. Осы достар. Мен жүрмін. Олар біраз дүние бар әлі істейтін бұл жақта. Әлі сағаты да келмепті орнына. Сағатын қойым керек. Перделерін жуып қойдым. Су өтекеп құрып.
біраз нәрсе істеу керек. Бұлардың паластарын жуам әлі. Мына жерде шпатлевкам что-то мындай болып қапты. Тағы бір сылап жіберем ба дептім. Жаман жарылып кеткен, ортасы болып дала көрініп қалған. Шпатлевка алып қойдым, басқа не істеймін. Мына жерге газ келеді, сосын үйдегі андай тоқ плита ма? Тоқақ түсіретін газ бар ғой, сол келеді тамаққа. Енді бұл жаққа майдың ортасына қарай бірақ көшеміз. Әлі май болған жоқ. Пердесін, нанында пердесін жуып қойдым. Енді соны құру керек. Пол мұны күшті болып тұр. Жақсы болды, негізі нетіп алған. Краскалап алғанмын биыл. Былтырғы не аламай тұрған. Анау атамдікі дөй сурет болған былайына қабырғада несі ғой 70 жасындағы. Соны баннері ғой, соны мен кішірейтіп қойған болатынмын. Что-то қисайтып Нұрланға құрыштып едім, қисайтып құрыпты. Осы бұл бізде андай 90-шы жылдардағы үй деп айтам мен. Өз үйіміз современный үй. Алғашақта сол бұрынғы заман холодильник көрдіңіздер ғой. Холодильник деген бар бұл жақта. Ең жақсы сол. Енді краска дайындап қойдым. Мына жерде бір шкаф тұрған үлкен. Сол шкафты краскалаймын. Ол дайын. Ана жақта тұр. И мынаны краскалаймын. Осының бәрін біраз түсіріп қойдым. Бұны неге түсіп атқаным? Қалыңдап кеткен ба? Біраз түсіріп қойдым. Содан бәрін қырып краскалайтын боламын. Осымен менің видеом аяқталды. Сау болыңыздар. Комментарий жазып, лайк басып, қолдап отырған жандарға мың алғыс. Сау болыңыздар. Әлі істейтін жұмыс жетеді. Жазда кісілерге келгенде просто можете де шай ішеміз. Өйткені үйді бытшын шығарады. Балалар ошақ детский болады. Мына жердің басынан аяғына дейін ойыншық шашылып жатады. Ол өтірік нәрсе емес. Келген кісіден не аламын мен. Бірақ енді бала болған соң солай болады деп ойлаймын. Жалғыз менің балаларым емес, даже қайнағаларым, қайнапаларым балалары келіп ойнайды осы жерде. Ауылдың жарты басы ойнап жүреді ғой. Сондықтан сау болыңыздар. Бұл жақта единственный нормальный нәрсе индустрия болып тұр ғой. Балалардың бесігінен әкеп тастадым осы жаққа.